Ассалаумағалейкум. Қазір біз ламинат салып жатырмыз. Ламинат пен кафельдің біріккен жері есіктің астындағы кету үшін қанша сантиметр қалдыру керек? Мысалға қарасаңыздар, бізде есік мына жақтан түседі, сыртқа қарай ашылатын болады. Осы сыртқы стенадан 2 сантиметр қалдырса, тура есіктің астында қалатын болады. Бұл жерге Т-образный порог жабыстырамыз. Сонда іштен қарағанда да, сырттан қарағанда да порог көрінбейді, есіктің астында кететін болады. Так, осылай бүтіндей салып жатырмыз қазір, жалғап бөлмей. Кейіннен бөлетін боламыз комнаталардың арасын. Енді бұл подложка болғаннан кейін кейіннен мәселе туындамау үшін кейбіреулер бөлмей ақ қойса да болады дейді. Енді біз кейіннен мәселе туындамау үшін осыны бөліп шығатын боламыз. Енді ол есікті анықталу керек. Мына жақта бола ма, мына жақта бола ма, соның түбінен кейін бөлетін боламыз. Сол кезде мына стыктары бір-біріне келіп әдемі көрінетін болады. Енді одан кейін тағы бір мәселе, кейбір жағдайда ламинаттар көтеріліп кетіп жатады. Оның бірден бір себебі жанарынан равномерно дұрыс зазор қалдырмағандықтан. Минимальный 8 мм зазор қалу керек. Біз оны кейіннен әдемілеп барлық жерін бірдей бөліп шығатын боламыз, кесіп шығатын боламыз. Кейіннен көтеріліп кетпейтіндей. Так, бізде енді барлық бөлме бөлінеді, тек қана осы мына бөлме ғана бізде бөлінбейді. Себебі мына жерде бізде арка, есік жоқ. Қалған бөлме бөлінетін болады, осы жер ғана қалатын болады. Мына жерде бізде тоже Т-образный порог болады. Былай уровені бірдей шығып тұр. Қалған бөлмелерді бөлетін боламыз.